Бүгін біз сіздермен осындай сырты қытырлақ, керемет үй жағдайында донер жасаймыз. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың етін қуырып аламыз, және де фриді қуырып аламыз жақсылап. Міне фриға осындай Санта Мария сепсеңіз де дәмі өте керемет болады. Огурцеді осылайынан ұзыншалап турап аламыз, және де помидорды да тура солай ұзыншалап турап аламыз. Неғұрлым көп болған сайын бұлар сочный болады. Ары қарай сіздер капуста қоссаңыздар да болады, қоспасаңыз да болады. Мен осындай айсберг капустасын қостым, чтобы дәмі әдемі болу үшін. Дайын заттарымыз барлығы дайын. Енді лаваштың ортасына майонезімізді осылай жағып аламыз, үстінен етімізді қосамыз, оның үстінен фримізді қосамыз, және де осы кезден бірден кетчуп жағып жібересіздер, сол кезде керемет болып шығады. Енді міне ары қарай огурцемізді, помидорымызды, капустамызды және де сыр қосамыз. Сыры молырақ қоссаңыздар, прямо дәмі деген суперский болып шығады. Міне барлығын осылай орап аламыз дағыны, жақсылап нығыздап ораймыз. Енді мен үйдегі бар осындай табама істедім. Екі жақ әдемі болып көріну үшін, сырты қытырлау үшін. Сіздерде граница болса вообще керемет болады. Міне барлығы дайын, прям керемет болып шықты. Дауысын тыңда естіп тұрсыздар ғой, міне кестім, ортасын мол қылып, үй жағдайында керемет барлығымыз тойып жеп алдық.